Ең үлкен қателік тез берілетіндігімізде. Қалағаныңа қол жеткізу үшін тағы бір көруге болады ғой. Ғұлама болудың құпиясы жұмыс, бірбеткейлік, сананың саулығы. Мақсатқа тек қателік жасап, тәжірибе жинау арқылы жетесің. Кемеңгерлік 1% шабыт және 99% еңбектен тұрады. Әрекеттегі әрбір сәтсіздік бұл алға басқан тағы бір қадам. Данышпандықтың құпиясы қарапайым еңбек, табандылық және парасаттылық. Адамдардың көпшілігі күндердің күні бай болып оянатындарына сенеді. Олардың ойы жартылай дұрыс, өйткені олар бір күні шынымен де оянады. Мен ешқашан жеңілген емеспін. Тек жүзеге аспайтын 10 000 тәсілді байқап көрдім. Біздің ең басты қателігіміз нәтижесін көрмей жатып тез беріле салуымызда. Табысқа жетудің ең сенімді жолы тағы бір рет қайталап көру. Менде демалыс және жұмыс күні болған жоқ. Өйткені мен жұмыс істеп жүріп, рахаттандым. Біз барлығын қолымыздан келгенше соңына дейін істесек, нәтижесіне өзіміз таң қалар едік. Жұмыс істеудің тағы бір тәсілі пайда болса, оның жолын тез арада тап. Мүсіншіге мәрмәр үйіндісі керек болғандай, адамның жанына да білім қажет. Уақыт әр адамның еншісіне бұйырған, әрі зая кетіре алмайтын жалғыз капитал. Біздің ең үлкен кемшілігіміз қиындыққа тез берілеміз. Сәттілікке деген ең дұрыс жол тағы да бір рет қадам жасап көру. Адамдар өз мүмкіндіктерін өздері босқа жіберіп алады. Өйткені ол қолына күрек пен балға ұстаған жұмысқа ұқсайды. Сенім бұл ойлана алмайтындар үшін жұбаныш. Өркениеттің ең басты міндеті адамды дұрыс ойлауға үйрету. Мазасыздық пен қанағаттанбаушылық дамудың алғашқы шарты. Құрметті достар, каналға тіркеліп, лайк басып пікір қалдырыңыздар.